маған 8 мартта жаңа жылда подарка алатын мұғалімге бес қойдыратын ата-аналардың комитеті емес, маған осындай уайымдайтын, бағанағы Ыбырайды айттың ба, Зерін айттың ба, Ұлжанды айттың ба, ар жағында Құнанбайды айттың ба, баласы үшін, болашағы үшін бас қатырған адамдар, сондай ата-ана қайсысың? Қанша бір мен айтқан адамдарды танитын кісілер бар ма деп сол ата-аналардың ішінен сұраймын да. Сосын я деп бірге қоштап отқан сіз боласыз ба ата-аналар комитеті? Өзім қолмен таңдадым әділді. Өйткені неге? Екі ортада арбаны да сындырмайтын, өгізді өлмейтін ата-аналар комитеті да бізге не көкпеттеу адамды мықты деп ойлаймыз да қоғамда. Қарапайымдықты әлсіз деп қабылдаймыз. Негізі бұл жерде мұғалімнің ешқандай әлсіздігі да. Дұрыс, ондай ата-аналар бар, шамданатын, тәуелсіздік жылдарының кейінгі жылдарда, тоқырау жылдарында әке-шеше базарға шығып кеткенде, мұғалімдердің өзі базарға шығып кеткен кездерде мектептен не оқымай қалған, ата-ананың басына жылуын сезбей қалған қаншама адамдар шықты. Енерік мектепті көрмеген былайша айтқанда. Жер бетіне жік шықты, екі құлағы тік шықты деген секілді оларды да көріп жүрміз да. Бірақ баласы бар да сонда өбектеп, баламды үйтпеңіз, бүйтпеңіз деп. Ал бірақ білесіз ғой, жұмыртқаның сыртынан біреу жарып жүретін болса, мен оларда ол өлім болады. Солай ғой, иә? Көбелектің де шығуы болсын, балапанның да шығуы болсын, сондықтан өбектемей деп